Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Видео барысында сіздер таңқурайдың адам денсаулығына пайдасы, құрамындағы дәрумендер, емдік қасиеттері жайлы айтылатын болады. Қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Таңқурай денсаулыққа өте пайдалы жидек түрі. Таңқурай жылы мезгілде өскенмен, оның негізгі қызмет ететін мезгілі суық мезгілдер болып табылады. Қыста тұмаудан, суықтаудан кез келген дәрі-дәрмектерге қарағанда тез айықтырады. Таңқурайдың құрамында қант, эфир майлары, аскорбин қышқылы глюкоза, ақуыз, пектиндер, С, Б, П, Д, Е, К және А дәрумендер бар. Калий, фосфор, кальций, йод, цинк, хром, кобальт сияқты химиялық элементтерге де бай. Таңқурайдың биіктігі 1,5 метрге жуық көп жылдық бұталы өсімдік. Таңқурайдың құрамындағы салицил қышқылы денедегі ыстықты түсіреді. Бұл жидектің тез шығаратын әсері де бар. Оған қоса таңқурай антиоксиданттық қан тоқтататын қасиетке ие. Ол ішек-қарын жолдары, бауыр ауруларында, атеросклероз, гипертония, қан аздық ауруларында пайдалы. Таңқурайды жиі жейтін әйелдердің терісі сау әрі әдемі келеді. Ал таңқурайдың құрамында фолий қышқылының нәресте сүйгісі келетін және жүкті әйелдер үшін пайдасы мол. Таңқурай мен оның жапырақтары бүйрек жұмысын жақсартып зәр айдайтын әсері бар. Таңқурай шырыны тыныс алу жолдарын ашса, сусыны іші өтуге, қан қысымын түсіруге пайдалы. Ол холестерин деңгейін түсіріп, майдың қорытылуын жеңілдетеді. Артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін де таңқурайдың пайдасы зор. Таңқурайды қайнатқанда да, тоңазытқанда да пайдалы қасиеттерін жоймайды. Қайнатпасы дене қызуын түсіріп, несеп жүргізуге, бүйрек тасын шығаруға, іш ауруында, қант диабетіне ем. Жемісін табиғи қалпында немесе кептірілген күйде қайнатып суын жасап ішсе, қыста тұмауға жақсы ем болады. Ғалымдардың пікірінше, бірде-бір антиоксидант дәл таңқурай сияқты обыр жасушаларына қарсы тұра алмайды. Осыған орай, ол обыр дертіне қарсы тамаша шипалы дәрі болып саналады. Видеодағы ақпараттар сізге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.